Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Қожанова Гүлнар Жақсыбалақызы. Бүгін біз Алматы қаласы Әуезов ауданы Қожа Ахмет Яссауи атындағы 123 мектеп гимназияда авторлық бағдарламамызды тарату мақсатында бас қосып отырмыз. Осы мектепте 20 жыл бойына бастауыш сыныптарда музыка пәнінен сабақ беріп келемін. Осы сабақ беру барысында байқағаным, балалар хормен ән айтуға өте құштар. Сондықтан да менің бағдарламамның тақырыбы да 4-ші сыныптарға арналған хор өнері. Константин Дмитриевич Ушинский айтқандай, хормен ән айту адамды көңілдендіріп, сергітіп, еңбекке жұмылдыратын өнердің бір түрі. Және оның ішінде музыкалық жұмыстың ең көп тараған түрі екен. Мектепте ұйымдастырылатын хор үйірмесі оқушылардың шығармашылық дамуына жол ашады. Және музыкалық тәрбиенің басты салаларының бірі болып табылады екен. Яғни есте сақтау, тыңдау қабілетін арттырып, өзін ұстай білуге, ұжымға дамуға жұмыс жасайды. Және тыныс алу жүйесінде жақсартады. Бағдарламамның мақсаты хор өнері арқылы білім алушылардың музыкалық сауаттылығын арттыра отырып, музыка пәніне деген қызығушылықтарын ояту және вокалды хор дағдыларын дамыту. Ал бағдарламаның міндеттеріне келетін болса, хордағы ән айту негізгі техниканы меңгертеді, музыкалық есту, ырғақ және дауыс диапазондарын дамытады. Қатысушыларды әртүрлі музыкалық жанрлармен таныстыра отырып, олардың орындаушылық шеберлік пен сахналық мәдениеттерін қалыптастырады. Бұл хор өнерінің бағдарламамыз, элективтік курс бағдарламасы 4 бөлімнен тұрады екен. Хор өнері және вокалдық дағдыларды дамыту. Екінші бөліміміз хор өнері үйірмесінің талаптары. Үшінші бөлімі хор өнеріндегі шығармашылық. Төртінші бөлім мерекелік іс-шараларда, яғни мектепте түрлі іс-шаралар өтеді, соларда хормен ән айту. Онан кейін бұл бағдарламаның негізгі өзектілігі, бағдарлама бала дауысын, баланың жас ерекшеліктерін ескере отырып, музыканы сезіммен, саналы түрде қабылдауға үйрету. Хормен ән айту білім алушылар микрофон өшіріңіздер. Күрделі әндерді орындау барысында музыкалық бейнелерді өзінше түсіндіріп беруді үйренеді екен. Музыкаға баулудың ең белсенді түрі әнді жеке, ансамбльмен, хормен орындау. Әртүрлі деңгейде жалпы және музыкалық дамыған оқушыларды ықыластыққа, байқағыштыққа, тәртіптілікке тәрбиелеп бірыңғай шығармашылық ұжымға топтасуға ықпал етеді. Мектеп оқушыларына эстетикалық тәрбие беруде, сонымен қатар олардың музыкалық қабілетін арттыруда хор айту мен оны ұйымдастыру жұмысын дұрыс жолға қоя білу аса маңызды болып есептеледі. Әрбір хор шығармасының өзіндік тақырыбы болады, мазмұны мен идеясы болады. Хор ұжымында әнді дикциямен, орфепея заңдылықтарын меңгерудің, жеке ән, хор айту дағдыларын үйренудің маңызы зор. Хор үйірмесіне келетін болса, яғни оқушылар талантына сай іріктеледі. Хордың дауыс аумағы, орындаушылық мүмкіншіліктеріне қарай, олар одан әрі әртүрлі арнайы және қосалқы жаттығулар арқылы оқушылардың дауысын қоюға, хор дағдыларын меңгеруге байланысты жұмыстар жүргізіледі. Хор үйірмесінің талабына оқушыға алған біліміне сай ән таңдауға, туған елдің өркендеуіне үлесін қоса алатын тұлға болып, тұлға тәрбиелеу. Хор жетекшісі үйірме жұмысын мектеп өмірімен байланыстырып, мектепте өтілетін кештерге, салтанатты жиындарға, көркемен концерттерінде өзі дайындаған әндерін ынталана орындап отырады. Бұл хорға қатысатын білім алушылардың белсенділігін, ынтасын, жауапкершілігін арттырып, беделін көтереді. Енді бұл күтілетін нәтиже, бұл хор бағдарламасында күтілетін нәтиже, білім алушылар хордағы ән айтудың негізгі техникасын меңгереді. Хор өнері арқылы білім алушылар музыкалық есту және ырғақ дауыс диапазондарын дамытады. Білім алушылар орындаушылық шеберлік пен сахнада ән айту мәдениеттілігін қалыптастырады. Ұжымдық жұмыс арқылы білім алушылар
шығармашылық байланыс пен өзара түсіністікті нығайтады. Енді өте жақсы. Гүлнар, балайына қай сыныпқа арналған, бастауышта ма, әлде 5-6 ма, қай сыныпқа арналған? 4-ші сынып. Өзім бастауышта сабақ бергендіктен тек 4-ші сыныптарға алдым. Жақсы. Бұл курс бағдарламасы негізі аптасында бізде жалпы музыка сабағы өзі 1 сағаттан ғой. Сондықтан 1 жылғы 34 сағат. Оның теориялық бөлімін 14 сағат деп, практикалық бөлімін 20 сағат деп алдым. Бұл жалпы балалардың музыкаға деген құштарлығы, оның үстінде жаңа айта кеттім, қорға деген құштарлығы өте алдыға қойға болады. Осы музыка жұмыстарында сыныпта сабақ беріп отырған кезде де балалардың хормен ән айтып өздерін жақсы көрсете алады. Сол жерде өздерінің музыкаға деген құштарлығын көрсете алады. Тіптен кейде бізде балаларда кездеседі заикание деген, яғни кекештеніп айтатын, сөйлейтін балдар болады. Олардың өзі жалпы мына басында да айтып кеттім, мен негізгі кіріспесінде балалардың ән айтқан кездерде сол заиканиясы бар балалар ешқандай ән айту кезінде заикание болмайды, яғни кекештену болмайды. Сондықтан да мен оларға көбірек ән айтуға деп, ән айтыңдар деп сондай тапсырма беремін. Олар қуана ән айтады. Берілген бағдарламаның тақырыбына сай алынған бұл музыкалық ақпараттарды іріктеу, музыкалық шығармаларды және жазған композиторлар туралы деректерді іздеу, музыкалық шығарманың әдеби мәтінін талдау, ақындар туралы мәліметтерді қарастыру. Осы электрондық курстың негізгі мазмұнында әр музыкалық шығарманың жазылу тарихын түсіндіре отырып, әншілердің орындауындағы дыбыс жазбаларын тыңдап, көру бағдарламаның негізгі жұмыс талабы болып есептелінеді, қарастырылады яғни. Жақсы, Гүлнар Жақсыбалаевна, сізге сәттілік тілейміз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен бүгін Алматы қаласы Әуезов ауданы нөмірі 122 жалпы білім беретін мектептің музыка пәні мұғалімі Ербатырова Гүлнар Бақытжанқызы. Бүгін өзімнің авторлық бағдарламамды тарату мақсатында бас қосып отырмын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақтың ұлттық аспаптарын насихаттау. Бағдарламаның аптасына 1 рет 34 сағатқа арналып жасалынған. Бағдарламаның жалпы қысқа мерзімді жоспарына дейін барлығы түгел жасалынған. Бағдарламаның мақсаты ұлттық аспабымыз домбыраны тәрбие құралы ретінде пайдаланып, оқушыларды өнер сүйгіштікке баулу, отан сүйгіш, ұлт жанды, жан-жақты дамыған жеке тұлға етіп тәрбиелеу, ұлттық аспаптарымызды, оның ішінде домбыраны құрметтеуге үйрету, сол арқылы ұлттық салт дәстүрімізді насихаттау, ұлтымыздың болашағының жарқын болуына атсалысу, еліміздің болашағы жастардың өздерінде деген сенімдерін нығайту. Бағдарламаның міндеттері ұлттық аспаптарымызды танып білуге, құрметтеуге үйрету, домбыра аспабының әрбір үйдің қастерлі мүлкіне айналуына қол жеткізу, үйірме мүшелерінің музыкалық сауатын арттыру, аспапта ойнау шеберлігін шыңдау, домбырада жеке және топқа қосылып ойнауға дағдыландыру. Жалпы бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, авторлық бағдарламамыздың өзектілігіне келетін болсақ, негізгі жалпы білім берудің мемлекеттік білім стандартының талаптарына және білім беру мекемесінің орта мектептің негізгі білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес жасалынған, балалардың функционалдық сауаттылығын арттырып дамытады және оларды өз бетімен және үздіксіз өзі жетілдіріп, әрі қарай тәрбиелеуге және білім берудің басқа салаларында практикада қолдануға дайындайды. Оқу іс-әрекетінде интегративті тәсіл жүзеге асады. Содан сәйкес балаларды оқыту, тәрбиелеу мен дамытудың күрделі міндеттері сабақта және өзіндік жұмыста орын алады. Оқытудың құзыреттілікке
бағдарлануы прагматикалық сипаттағы педагогикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Балаларды нақты әлемде шебер жұмыс жасауға дайындайды. Бағдарламада балалардың білімін тереңдетіп, сауаттылық дағдысын қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар балалардың білім, білік дағдыларын қалыптастырумен қатар өмірге деген көзқарасын өзгертіп, шешуші роль атқарады. Аталған авторлық бағдарламаның әзірленуі барлық талаптарға сай жасалынған. Менің жалпы қолданып отырған бағдарламамнан күтілетін нәтижелерім: оқушылар үйірмеде алған білімдерін күнделікті тұрмысқа практика жүзінде пайдалана алуға, өз беттерімен домбыра тартуға, білім қорларын молайтуға, музыка оқулықтарымен жұмыс жасауға үйренеді. Менің мынау суретте жалпы балаларға ұлттық музыкалық аспаптардың түрлерімен таныстырдым. Және осы үйірмеде балаларға көптеген концерттерге, шығармашылық жұмыстарын дамыту үшін көптеген концерттерге балаларды алып шығып, балаларға өз өнерін көрсетуге мүмкіндік ашып отырмын. Мынау балалардың өзіміздің мектепте, мектепішілік үлкен іс-шара, қалалық семинар өткізілгенде балалардың... Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Бостандық ауданы Әл-Фараби атындағы 145-ші мектеп гимназияның музыка пәні мұғалімі Сапақ Айнагүл Айтқанқызы, педагог зерттеуші. Менің авторлық бағдарламам вокал өнері 4-ші сыныпқа арналған элективті курс. Вокал өнері элективті курс бағдарламамның мақсаты оқушылардың эстетикалық талғамдарын және әнді орындау шеберліктерін қалыптастырып, шығарманы таза орындау қабілеттерін жетілдіру. Вокал өнері элективті курс бағдарламасының міндеттері: бірінші, білімділік. Музыкалық білімін жетілдіре отырып, оқушының музыкаға деген сезімін ояту, дамытушылық, көркемдік талғамын, шығарманың сөзін анық айтып, нақышына келтіре орындау дағдыларын қалыптастыру. Тәрбиелігі, сахнадағы мәдениеттілікке орындау барысында жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу. Бағдарламаның өзектілігі, бүгінгі таңда қазақ халқының ұлттық мәдени қайта өркендеу жағдайында жеткіншек ұрпақты жан-жақты жеке тұлға ретінде тәрбиелеудің заңды қажеттілігі арта түсуде. Ән айту өнері ерте заманнан бері халқымызбен бірге жасасып келе жатқан, оның рухани жан серігіне айналған музыкалық өнердің бірі. Сондықтан ән үйренуде оқушының бойында икем, талпыныс, сабырлық және төзімдік болуы керек. Үйірме оқушыларды ұлттық өнерге баулу мақсатында ұйымдастырылып отыр, және топтық, жұптық және жеке оқушылармен жұмыстар жүргізіледі. Халық әндері де үйретіледі. Күтілетін нәтиже: музыка пәні мұғалімдері жоспарлы түрде берілген бағдарламаны тиімді пайдаланады. Бағдарламада берілген әр тақырып жас ерекшеліктерді, заманауи технологияны дұрыс және тиімді қолдануға бағыттайды. Оқушылар ән айту ережесінің техникасын меңгере отырып, ұлттық өнерге деген құрметін арттырады. Вокал өнері бағдарламасы 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі вокалдық ұғым, екінші бөлім музыкадағы көңіл күй, үшінші бөлім әннің орындалу техникасы, төртінші бөлім болашаққа саяхат. Бұл бағдарлама 4 сыныптарға арналған деп жаңа айттым. Балалардың жас ерекшелігін ескере отырып, аптасына 1 сағаттан болғандықтан 34 сағатты құрайды. 17 сағат теориялық, 17 сағат практикалық бөлім бөлінеді. Берілген бағдарламаның тақырыбына сай алынған музыкалық ақпараттарды іріктеу, музыкалық шығармаларды жазған композиторлар туралы деректерді іздеу, музыкалық шығарманың әдеби мәтінін талдау, жазылу, ақындар туралы мәліметтерді қарастыру, әр музыкалық шығарманың жазылу тарихын түсіндіре отырып, маман әншілердің орындауындағы дыбыс жазбаларын тыңдап көру бағдарламаның негізгі жұмыс талабы болып қарастырылады.
Қосымша вокал өнері элективті курс бағдарламасы түрлі ән үйрету әдісімен үйренуімізге тиімді. Оқыту барысында оқушы психологиясын ескеру, саралап отыру өте тиімді. Оқытушы берілген тақырыптарды сақтап, балаға ұнайтын өзі жетіп білетін шығармаларды үйретуге болады. Элективті курс бағдарламасының өзіндік ерекшеліктері болады. Оқыту барысында оқушының мұғалімнің қолдауы, көңіл бөлуі, шығармашылыққа деген жігерін, талабын, сенімділігін арттыра түседі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Армысыздар, қадірменді әріптестер. Мен Күнбаева Әсия Сәрсенбайқызы, Алматы қаласы Жетісу ауданы нөмірі 193-ші жалпы білім беретін мектептің музыка пәнінің мұғалімі, педагог зерттеушімін. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы жыр және терме өнері арқылы ұлттық құндылықтарды насихаттау деп аталады. Бұл 5-ші сынып оқушыларына арналған авторлық бағдарлама. Бағдарламамның мақсаты қазақ халқының терме және жыр өнерін зерттеп, тыңдаушыларға рухани құндылықтарды жеткізу арқылы ұлттық сана мен мәдениетке деген қызығушылықты арттыру. Бағдарламамның міндеттері: терме және жырды тыңдау арқылы білім алушыларда ұлттық тәрбиені қалыптастыру, білім алушылардың шығармашылыққа ынталандыру, терме және жыр саласының саңлақтарымен таныстыру, білім алушыларды терме айтуға дағдыландыру. Бағдарламаның өзектілігі: терме қазақтың ауыз әдебиетінде, музыка және өнерінде ерекше орын алатын жанр. Ол терең ойларды, тәлімдерді, рухани және мәдени құндылықтарды өлең түрінде жеткізетін дәстүрлі өнер түрі. Терме көбінесе домбырамен, кейде қобыз немесе сырнаймен орындалады. Оның мақсаты тыңдаушыға даналық пен тағылым беру. Жыр қазақтың эпикалық және лирикалық дәстүрлерінің негізі болып табылатын ауыз әдебиет жанры. Ол аңыз, дастан, батырлар тарихы, халықтың арманы мен мұратын, табиғатқа деген сүйіспеншілігін, адамгершілік пен батырлықты жыр түрінде бейнелейді. Жырлар көбінесе эпикалық сарында жазылады, бірақ лирикалық жырлар да кездеседі. Жырды домбыра, қобыз сияқты ұлттық аспаптардың сөйлеуімен жыршылар орындайды. Қазіргі таңда әр білім алушының бойында өлеңге, шешендікке, ақындыққа деген қызығушылығы аздау болып тұр. Ал осы бағдарлама өз ұрпағымызға өнеге үйрететін, айналасына ақыл салатын, тыңдаушының құлағына құйып, санасына сіңіріп, жүрегіне ұялата білетін мұғалімдерге қосымша нұсқаулық болып табылады. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтиже: терме және жырды тыңдау арқылы білім алушылар ұлттық тәрбиені қалыптастырады. Білім алушылар шығармашылыққа ынталанады. Терме жыр саласының сипаттарымен танысады. Білім алушылар терме айтуға дағдыланады. Тағы да бір айта кететін нәрсе, бұл бағдарламаны мен көбіне қазақ жерінде 5 дәстүрлі ән мектеп болатын болса, соның ішінде сыр термесіне баса назар аудардым, және де халық термелеріне, халық әндеріне де баса назар аудардым. Алдарыңыздағы жаңа оқушым Қуандық Азамат дәстүрлі әнші, термеші. Бұл енді халық композиторларының әнінен үзінді орындап береді. Қабыл алыңыздар. Бұл авторлық бағдарламам негізгі 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі жыр туралы ой толғау, екінші бөлімде терме бабалар тілегі, үшінші бөлім жауһар жырдың жаршылары, және 4-ші бөлім жыр және терме өнерінің насихатталуы деп аталады.
Авторлық бағдарламаның қойылған міндеттерін орындау үшін қолданылатын оқыту әдістері төмендегідей. Ауызша әдісі бұл әңгімелесу, айтып беру, түсіндіру, пікірталас. Көрнекілік демонстрациялық әдіс. Педагогтың аспаппен шығарма орындауы, бақылау интерактивті және мультимедиалық таныстыру рәсімін көрсету. Үшінші, тәжірибелік әдіс. Аспаппен жұмыс, дайындық жаттығулары, шығарманы өз бетінше талдау, шығарманың жеке бөліктерімен жұмыс жасайды. Төртінші, музыкалық кәсіби терминологиямен таныстыру, үйрету, талдау әдісі. Бұл жерде салыстыру және жалпылау, қисынды ойлауды дамытады. Және бесінші әдіс эмоциялық әдіс. Бұл жерде ассоциацияларды, бейнелерді, көркемдік әсерлерді таңдау, музыкалық бейнелі ойлауды дамытады және тағы басқалар. Бүгінгі авторлық бағдарламаның таныстырылымын қорытындылай келе, авторлық бағдарламада жұмыстар ереже талаптарына сай жасалған және барлық кезеңдер қамтылған. Осы бағдарламаны мектепішілік, тәрбие және сынып сағаттарында музыкалық кештерді пайдалануға ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Бұл жерде қорытынды жетістіктерімді көрсетіп отырмын. Дәстүрлі әнші оқушым, яғни баян аспабында да терме орындай алады, домбыра аспабында да термені орындай алады. Сабақ үйрету барысынан суреттер қойылды және оқушының жетістіктері. Назарларыңызға көп рахмет. Бәрекелді. Жақсы, Әсия Сәрсенбайқызы, тамаша, түсінікті тілде жақсы айттыңыз. Оқушыңызды қосып. Сәттілік. Мынау 10 минуттың ішінде бітіп қалады екен, мен жаңадан сілтеме жіберейін. Өйткені Қарлығаш апай үлгермей қалады ғой. Екеумізге басқа не жібере салайын сіздерге, приглашение. Дұрыс. Шығамыз конференциядан қайтадан басқа жіберіңіз, бітіп қалады. Теориялық жұмыстың бір ісі болып табылады. Енді өзіңіздің еңбегіңіз ары қарай жана берсін, немеге барың, енді педагог шебер атаңыз, республикаға танымал болыңыз. Енді Әсия жөнінде айтқым келіп тұр. Әсия алғашқы мұғаліммен және пікірге чатқа жазында осы конференцияның, және мына бізде негізінде көбінесе хор, вокал, одан кейін домбыра үйірмесі болып кете береді. Ал енді осы тың тақырыпты алып отырған алғашқы авторлық бағдарламалардың иесі де айтайын ба, осы қала музыканттарының арасы бойынша терме және жыр тақырыбы бойынша ең алғашқы автор бағдарламалардың қала бойынша деп ойлаймын мен. Ал енді республика бойынша бар шығар енді ондай. Енді бұл енді өзінің адам әркім өзінің несіне қарай дейді ғой, ана кәсіби шеберлігіне қарай. Біліміне қарай, кәсіби шеберлігіне қарай икемделеді демекші. Енді біз сіздер өздеріңіз білесіздер, мына дауысымен елең еткізетін Әсия енді өздеріңіздің оқушыларыңызға тура өзіңізге таққан, өздеріңізден асқан оқушылар болсын. Сіздердің аттарыңызды елге танытатын керемет күшті мықты оқушыларыңыз аспандата берсін сіздерді. Көп рахмет сізге пікіріңізге. Әріптестер осылай пікір айтсаңыздар жақсы болар еді. Рахмет. Уақыт бар ғой, Zoom-да бізде уақыт бар, сөйтіп айтыңыздаршы. Енді өзім ойнаймын. Бір нәрсе қоса кетсем бола ма? Айнагүл де тамаша, керемет. Барлық мұғалімдер бізде керемет. Осы ұйымшылдығымыздың бірлігіміздің арқасында міне Қарлығаш басқарып отырған қордың мүшесі болып отырмыз. Осы біз тек қана осы қалада емес, жәнегі басқа жаққа шетелге барып бізді сөйтіп қор айтып жүрейік. Қормен. Бір нәрсе рахмет, аумин. Рахмет. Енді рахмет. Рахмет көп. Мен бір нәрсе қоса кетейін. Мына Лейла апай, сөзіңіздің жаны бар. Терме жыр тақырыбында жалпы мен емедім. Авторлық бағдарламаны өзі мені сол жырдың о бастан жыр термені бойыма жақын болғаннан кейін, және де сол сыр өңірінің қызы болғаннан кейін осы тақырыпты алуыма тура келді. Және де жаңа мен бір оқушының видеосын көрсеттім.
сол оқушымды мен сол терме жырға дайындап, үйретіп, енді бұйыртса ертең 22 наурызда Ташкент қаласына алып бара жатырмын жаңа оқушымды. Осы дәстүрлі ән бағыты бойынша халықаралық конкурсқа алып барып қатыстырып алып келейін деп отырмын. Өзімді таныстырып өтейін. Алматы қаласы Медеу ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы 159 гимназияның музыка пәні мұғалімі Тынысбекова Маржан. Менің тақырыбым 4 сынып оқушыларына арналған вокал үйірмесі тақырыбындағы элективті курс бағдарламасы. Бағдарламамның мынау куәлігі. Менің бағдарламамның мақсаты білім алушылардың әнді орындау шеберліктерін қалыптастыра отырып, шығарманы таза айтып, әдеби үндесе білуін жетілдіру. Бағдарламаның міндеттері: білім алушыларға ән айту ережесінің техникасын меңгере отырып, ұлттық өнерге деген құрметін арттыру. Ән орындаушылардың дыбыс шығаруы, жеке дыбыс пен сөздердің анық естілуіне көңіл бөлу. Бағдарламамның өзектілігі: бүгінгі таңда қазақ халқының ұлттық мәдени қайта өркендеу жағдайында жеткіншек ұрпақты жан-жақты жеке тұлға ретінде тәрбиелеудің заңды қажеттілігі арта түсуде. Ән өнері ерте заманнан бері халқымызбен бірге жасасып келе жатқан, оның рухани жан серігіне айналған музыкалық өнердің бірі. Сондықтан ән үйренуде оқушының бойында икем, талпыныс, сабырлық және төзімділік болуы керек. Үйірме оқушыларды ұлттық өнерге баулу мақсатында ұйымдастырылып отыр және топтық, жұптық және жеке оқушылармен жұмыстар жүргізіледі. Халық әндері де үйретіледі. Күтілетін нәтиже: білім алушылар ән айту ережесінің техникасын меңгере отырып, ұлттық өнерге деген құрметін арттырады. Білім алушылар ән орындау барысында дыбыс шығару, жеке дыбыс пен сөздердің анық естілуіне көңіл бөледі. Мынау менің оқушыларымның жетістіктері: әлем бойынша халықаралық байқауларға қатысқан, республикалық, қалалық, аудандық сияқты байқауларға қатысқан оқушыларымның жетістіктері. Мынау сол байқауға қатысқан кездегі немесе іс-шараларда өтіп жатқан кездегі оқушыларымның сурет дәлелдемелері. Мынау біздің Түркия мемлекетінің Самсун қаласына барғандағы оқушыларымыздың байқау фестивальға қатысқан кездегі сурет дәлелдемелері. Мына жердегі оқушыларымыздың да мынау шет елдерде өнер көрсетіп жеткен жетістіктері және осы қала көлеміндегі байқауларға қатысқан кездегі сурет дәлелдемелері. Енді соның бір дәлелі болатындай, бір оқушымның қазір әнші балапан байқауына қатысқан кездегі бір видеосынан кішкене үзінді қояйын. Осы көрсетілген видеосуреттер республикалық өнерпаз болсаң, республикалық самғау, Астана қаласында өткен республикалық балапан саз, халықаралық балаларды қорғау күніне арналған әншуақ, халықаралық мен де жұлдыз боламын, халықаралық ақ көгершін, республикалық ақ көгершін балалар шығармашылығы фестиваль байқауында, жастар жаққан жұлдыз атты республикалық нұрлы жастар байқауында, Тайжарыс халықаралық республикалық Сайра бұлбұл байқауында, Италияда өткен халықаралық ән байқауында, Голливудта өткен орындау өнерінің әлем чемпионаты байқауында, Түркияның Самсун қаласындағы фестиваль байқауында көрсеткен оқушыларының жеткен жетістіктерінің дәлелдемелері. Вокал үйірмесінің бағдарламасы 4 сынып оқушыларының жас ерекшелігіне, танымдық мүмкіндік деңгейлеріне сай іріктеліп жасалған. Бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі вокал туралы түсінік, екінші бөлімі вокал үйірмесіне қойылатын талаптар, үшінші бөлім ән айту өнері, төртінші бөлім шығармашылық жұмыс. Назарларыңызға рахмет.
Жақсы, Маржан Тысбекова. Бағдарлама керемет, жақсы жазылған. Мен бір ауыз айтайын деп қосылғанша мен Маржанға өте риза болып отырмын да. Жәнегі әрбір авторлық бағдарлама өзінің дәлелмен болған қандай жақсы деп ойлаймын мен. Себебі Турцияға басқа шетелге барып өздерінің өнерін көрсетіп отырған бұл тек қана авторлық бағдарламаны қорғау емес, және соны дәлелдеп отыр да практика жүзінде, тәжірибе жүзінде. Сондықтан сәттілік сіздерге. Сізге ана пікірді қалдырамыз ғой чатқа. Сол кезде не алдық осы авторлық бағдарламадан, бізге қай жағынан өзекті болды деген сөздерді сондай қосқан. Жай ғана жақсы, күшті екен деген секілді емес, былай неғып жазайықшы, грамотно. Именно музыканттар қатысып отырғаннан кейін мына жерден біз өзімізге керекті жай ғана алдық демей, не алдық, именно өзекті не алдық, соны жазайықшы. Одан кейін Маржан қайда айтайын деген бір Маржан тыңдап тұр ма мені? Иә. Маржан өте жақсы. Мен міне осындай жұмыстарды көрсеткен деген практика жүзінде, тәжірибе жүзінде деп айтады ғой. Шынымен де біз мысалы үшін Түркияға барып келген, біз білмейміз ғой. Сен өзің барып келіп кішкентай болып келіп көрініп тұрсың, фото болса да, фото, слайд болса да көрсету керек. Қандай керемет көрсетіп тұрсыңдар. Енді біз Турцияға барып, балаларды апарып сол жаққа жеткізіп, олардың вокал өнер деген білесіздер, ол бір оқушымен заниматься ете ме, или ансамбльмен болса да, солардың жетістіктерін енді олардың жетістіктері қаншама аудандық, республикалық, қалалық көлемдерде емес, тіпті шетелге барып отқан. Міне сіздің авторлық бағдарламаңыздың жетістігі. Теория жөнінде де бар, ал сіз өзіңіз практика жүзінде. Мен қарлығаш екеуіңізді соны айтайын деп тұрмын. Тағы да бізде Рахмет, Ләйлә. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Төлегенова Қарлығаш Арыстанбекова. 148 мектеп гимназияның қосымша білім беру педагогымын. Хор үйірмесінен сабақ беремін. Осы сіздердің алдарыңызға 6 сынып оқушыларына арналған хор үйірмесіне тіркеу номерімен осындай бағдарламамды жариялап отырмын. Осы менің куәлігім алған. Енді бағдарламаның мақсаты хор айту өнері арқылы білім алушылардың музыкалық сауаттылығын арттыра отырып, музыка пәніне деген қызығушылықтарын ояту және вокалды хор дағдылығын дамыту. Бағдарламаның міндеттері: біріншісі, хор шығармаларын орындағанда шығарманың мәнерлі естілуі үшін білім алушылардың вокалды хор дағдыларын дамыту. Екінші, хорға қатысатын балалардың дауысын дамуына көңіл бөлу. Үшінші, таңдалып алынған музыкалық шығармалардың тәрбиелік мәнін ашу. Бағдарламаның өзектілігі: бағдарлама бала дауысын ескерте отырып, музыканы сезіммен және саналы түрде қабылдауға үйрену міндетін іске асырады. Хормен ән айту білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сай берілген әртүрлі деңгейдегі күрделі әндерді орындау барысында музыкалық бейнелерді өзінше түсіндіріп беруді үйренеді. Музыкаға балуының ең белсенді түрі әнді жеке, ансамбль, хормен орындауды әртүрлі деңгейде жалпы және музыкалық дамыған оқушыларды ықыластылыққа, байқағыштыққа, тәртіптікке тәрбиелеп, бірыңғай шығармашылық ұжымға топтасуға ықпал етеді. Бағдарламаның эстетикалық және этикалық ұстанымдар бағыты негізінде іріктелген оқу материалы. Білім алушыларға бір жағынан музыканы көркемдегі танып білу, екінші жағы оның мазмұны арқылы біреуге жақсылық жасау, сүйіспеншілік және сыйластық сияқты ұғымдарды сезінуге мүмкіншілік береді. Көркемдік және техникалық ұстанымдар қызықтырғыш, ұстанымдар бірлігі іріктелген музыкалық материалдық балаларға қызықты болуына, тәрбиелік, білімдік және дамытушылық сипатқа ие болуына бағытталған. Хор жетекшісі үйірме жұмысын мектеп өмірімен байланыстырып,
мектепте өтетін кештерге, салтанатты жиындарға, көркем өнерпаз концерттеріне өзі дайындаған әндерін ынталана отырады. Бұл қорға қатысатын білім алушылардың белсендігін, ынтасын, жауапкершілігін арттырып, беделін көтереді. Енді күтілетін нәтижелер. Біріншісі, хор шығармаларын орындағанда шығарманың мәнерлі естілуі үшін білім алушылар вокалды хор дағдыларын дамытады. Екінші, хорға қатысатын балалардың дауысының дамуына көңіл бөледі. Үшіншісі, таңдалып алынған музыкалық шығармалардың тәрбиелік мәнін ұғады. Міне сіздердің алдарыңызда менің 148 мектеп гимназияның ұжымым, хорым, жұлдыздар хор тобы, неше түрлі байқауларға қатысамыз, жеңімпаздар болады балдарым. Келесі, міне аз-маз үзінді көрсеңіздер болады орындаған. Рахмет, бұл бір ұжымым. Екінші, тағы да бір коллективім бар. Бұл ер мұғалімдерінен бізде жұмыс істейтін әріптестерінен жиналған хор ұжымы. Олармен біз қалалық байқаудан бас жүлде осы жыл алғанбыз. Алдыңғы жыл бірінші орын алғанбыз. Профсоюздық не болған кезде, байқау болған кезде. Келесі менің ұжымым Алматы, өздеріңіз білесіздер, музыканттардан ассоциациясынан жиналған хор, мұғалімдер хоры ұжымы. Осындай менің жұмыстарым. Осы бағдарламаны жаздым. Назарларыңызға рахмет. Ең соңғы бағдарламадан бастайын. Мен Қарлығаш, енді біз Қарлығашты білеміз. Бұл енді негізді практик дейді ғой, хор. Мен сонда осы бір вопросы сұрақты көтергім келеді. Мысалы үшін әрбір кеше жалпы айтқаным, мен бізде мысалы үшін музыка пән мұғалімдерін мен ештеңке білмеймін, хор алып келіңіздер дейді. Ал бізде деген бар ғой, бас көз жоқ, бір 40 адамды жинап алып хор деп есептейміз. Мен оны хор деп есептемеймін де, сондықтан музыка пән мұғалімдердің арасында өзім ойымды айтқым келеді. Міне нағыз хор маманының иесі. Себебі хор деген ол авторлық бағдарламаны жазған кейін сол хормен немету керек, жұмысты жүзеге асыру керек та. Енді мысалы үшін мен және Гүлнарды да көрдім, содан кейін тағы да вокал үйірмесі, әрбір үйірмеде бұл сіздерге сәттілік әлде тілеймін. Мысалы үшін енді осы уақытқа дейінгі келе жатқан практиктер өздерінің хор үйірмесі, мысалы үшін Қарлығаш бойынша, онда тура осында өздеріңіздің авторлық бағдарламаңызды алдыға қарай, теория жүзінде ол бір бөлек авторлық бағдарлама, ал сіздер практика жүзінде көрсетсеңіздер, бұл шынымен де сіздердің жұмыстарыңыздың өте алға басқанын көрсетеді. Сондықтан мен сіздерге сондай сәттілік тілеймін. Қарлығаш өте
мысалы үшін практика адамдар қысқаша ғана айтады да, ал енді жұмыстан көрінеді. Ал бірақ авторлық бағдарлама сіздерде куәлік бойынша көрініп тұр. Басқа мұғалімдер алады, көреді, мына жерінде дұрыс екен, мынаны былай жасасам екен деген өздеріне нұсқаулық ретінде алады. Сіздердің авторлық бағдарламаңыздың барлығы керек, барлығы жақсы дүние жасалынған.